Сәлем достар, бүгін бірінші сыныптың математика сабағы 103-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы 11-ден 20-ға дейінгі сан құрамы. Бұлай болса, бірінші тапсырмаға қарайық. Текшелерді санауға көмектес, есептеуді түсіндір. 10 мен 4-тің қосындысы. 10 дегеніміз бізде бір ондық, мына жерде яғни 10 текше тұр, және 4 бөлек қызыл түсті текше. 10-ға 4-ті қоссақ, 14 саны шығады. Қосылғыштардың орнын ауыстырғанмен қосындының мәні өзгермейді. 4 пен 10-ның қосындысы да 14-ке тең. Енді осыны азайтумен тексеріп қарайық. 14 санынан 4-ті азайтамыз, 10 қалады. 14 санынан 10-ды азайтамыз, 4 қалады. Келесі 10 мен 5-тің қосындысы. 10 мен 5-тің қосындысы 15-ке тең. Қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 5 пен 10-ның қосындысы 15-ке тең. Енді азайтумен тексереміз. 15-тен азайтамыз, 5-ті, 10 қалады. 15-тен азайтамыз, 10-ды, 5 қалады. Келесі, мына жердегі теңдікті шешу үшін қызыл түсті текшені санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни 10-ға 6-ны қосамыз. 16 шығады. Қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 6-ға 10-ды қосамыз. 16. Азайту амалымен тексереміз. 16-дан азайтамыз 6-ны. 10 қалады. 16-дан азайтамыз 10-ды, 6 қалады. Келесі, 10-ға қосамыз 2-ні. 1, 2. Сонда 12 шығады. Енді қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. 2-ге қосамыз 10-ды, 12. 12-ден азайтамыз 2-ні, 10 қалады. 12-ден азайтамыз 10-ды, 2. Дәптерімізге осы есептеулерді жазып аламыз. Есінде сақта. Ондықтар, яғни бір ондық 10-ға тең. Бір ондық дегеніміз, оның ішінде уақ текшелердің, мынадай таяқшалардың 10-ы бар деген сөз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Осының барлығын ықшамдап, бір ондық деп аламыз. Бір ондығымыз 10-ға тең. Ал бірлік ол 10-ға жетпейтін сандар, 10-ға жетпеген бірден 9-ға дейінгі мынадай таяқшалардың барлығын бірліктер деп аламыз. Мысалы, мына жерде 6 таяқша тұр. Яғни бұл 6 бірлік. Мұнда бұл жерде санмен жазатын болсақ, 10 мен 6-ның қосындысы 16-ға тең. Бұлар разрядтық қосылғыштардың қосындысы. Яғни 16 санының разрядтық сандарының қосылғышы ол 10 және 6. Енді орын ауыстырамыз. 6-ға 10-ды қосамыз, 16. Енді амалдарының өзара байланысын біле отырып, азайтуға берілген мысалдарды есептеуге болады. Яғни, мысалы, 16-дан 10-ды азайтамыз, 6, 16-дан 6-ны азайтамыз. Енді келесі тапсырма, дәптеріңе жазып есепте дейді. 18-ден 8-ді азайтамыз. 18-ден 8 азайтамыз. Мына жерде түсіндіріп кетейін. 18 дегеніміз, 10 дегеніміз банағыдай мынадай бір бірлік. Және 8 дегеніміз мынадай таяқша. 8 таяқшамыз. Сонда, 18 санынан дейді, 8-ді алып таста дейді. 18 саны тұр деп есептейік. Одан 8 бірлікті алып тастаймыз. Сонда 10 қалады. 10-ға 7 бірлікті қосамыз, 17. 10-ға 9 бірлікті қосамыз, 19. 13-тен 3-ті алып тастаймыз, 10 қалады. 19-дан 9-ды алып тастаймыз, 10 қалады. 10-ға 2-ні қосамыз, 12. Өзіндік жұмысты дәптерімізге жазып аламыз. Келесі үшінші тапсырманы қарайық.
Балалар жеуге жарамды, жеуге жарамсыз ойынын ойнады. Тізбектерді есептеп, Әлияның нені жасырғанын анықтайсың. Ал тізбектерді алдымен есептейік. Бұл жерде 15-тен 5-ті азайтамыз. Мына 15-тен азайтамыз 5-ті. 10 қалады. Мына жерде 10 қалды, иә? Одан кейін 10-нан 8-ді азайтамыз. 2 қалады. 2-ге 10-ды қосамыз. 12. 12-ден 2-ні азайтамыз. 10. Онда бұл жерде 10 деген сан шығады екен. Енді қараңыздар, 10 санында бізде не бар екен? 10 санында бізде алма тұр екен. 10 саны алмаға тең. Сонда Әлия алманы жасырыпты. Келесі екінші тізбекті қарайық. 18-ден 10-ды азайтамыз. 8. Мына жерде 8 қалады. 8-ден 3-ті азайтамыз. 5. 8-ден 3-ті азайтамыз. Мына жерде 5-ке 5-ті қосамыз. 10. Мына жерде 10. 10-нан 6-ны азайтамыз. 4. Онда бұл жерде екінші жасырылған сан ол 4-ке тең екен. 4-ті қарайық. 4-те бізде не бар? Бізде қуыршақ бар. Сонда жеуге жарамды алма, жеуге жарамсыз қуыршақ. Сіздер Әлияның жасырған ойыншықтарын таптық, тізбегін. Келесі 4-ші тапсырманы қарайық. Есепті шығар, кері есеп. Сырым 16 алма, ал Әлия 10 алма жинады. Сырым қанша алма артық жинады? Есептеп шығарып көрейік. Төртінші есептің асы деп алайық. Сырым 16 алма. Ал Әлия 10 алма жинады. Енді былай дейді, сырым қанша алма артық жинады? Белгісіз артық. Артық. Үшеуін табу үшін біздер 16-дан 10-ды азайтамыз. 6. Жауабы сырым 6 алма артық жинады. Енді әсін шығарып көрейік, осыған кері есеп бастырайық. Сырым 16 алма жинады, ал Әлия 10 алма жинады. Әлия қанша алма кем жинады? Қанша алма кем жинады? Табу үшін 16-дан 10-ды азайтамыз. Жауабы Әлия 6 алма кем жинады.
Мына біздер кері есеп құрастырдық. Ары қарай 5-ші тапсырмаға қарай. Қайсысы ауыр, алма ма, ылмыр? Мына жерде 2 Мына жерде 2 алхоры тұр, иә? 2 алхоры алмаға тең болып тұр. Одан кейін 3 алхоры алмұртқа тең. Енді бір алма мен бір алхорының несі 3 ал. Мына екеу 2 бөлек, иә? Бірінші асын шығарып қарайық. 2 алхоры бір алмаға тең. 3 алхоры бір алмұртқа тең. Бұл жерде бізде қайсысы ауыр, алма ма, алмұрт? Бұл жерде алмұрт ауыр болды, иә? Екен қараңыздар. 2 алхорының салмағы бір алмаға тең. Ал 3 алхорының салмағы бір алмұртқа тең. Алмұрт ауыр, жеңіл. Бұл асы. Енді әсін қарайық. Алма ма, апельсин бе? Бұл жерде бір алма мен бір алхоры 3 алхорға тең. Ал апельсин, бір апельсин тек қана 2 алхорының салмағын. Сонда бұл жерде алма ауыр, апельсин жеңіл. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.